Dostlar, bizlegen Linzadan bir şıqtık. Alkıcıkta bazарға. Алайсыздар. Біздің буднийimiz басталды. Алматыдамыз. Қазір мен лазерге келіп жатырмын. Екеуі мені алып келді. Дала күшті болып тұр ғой. Жұқа киініп алдық. Қазір аңсарда анау ішінде игровая зона бар. Соған кіргізсек па деп жатырмыз. Кішкене ойнатып 1-2 сағат. Ата ауылдан кейін резко қысып қойсақ жылайды ғой. Болмай қалады деп жатырмыз да, папа екеуміз. Бұны ойнатайын деп жатырмыз. Көптен бері бір нәрсе екенін деп жүргем. Әркімнің табысы әртүрлі, әр жерден табуға құқылы, мен оған претензиям жоқ. Но біздің қатысушылардың арасында да бар, танымал блогерлардың арасында да, әншілердің арасында да бар ондай адамдар. TikTok'та отырады ғой постоянно. Bir roza ver, пожалуйста, bir roza ver. 2x, 3x, бір бәле. Bir roza өтіп кетейікші, 2 roza ver, пожалуйста, анау деп отырады да. 1 roza деген, по идее, өте арзан дүние негізі TikTok'та ше. Білетін шығар енді. Сол бір тиын тебе нәрсеге сонша жалынады. Күшті бір қолдап тұрған көрермендерің, жаңағындай Нұрлан Қоянбаев сияқты кірсең сенің түріңді көрсе болып подарка жібере беретін көрермендерің болмаса, зачем 1 роза берші, 2 роза берші, шляпа берші деп жалынып отыру. Кәдімгідей заманауи қайыр сұраудың бір онлайн форматы. Әлі де аэропортта жүрмін. И мен қалаға ешқайқа обратно қайтқан жоқпын. Азанда по-любому ұшам ғой, осы аэропортта қалайын. Сонымен жататын жер іздеймін дегенде мынаны қараңыздар. Капсульный отель ғой, короче, капсула деп аталады. Іші примерно осындай. Қараңыздар. Мына жақта Wi-Fi бар, зарядтайтын жері бар. Осының ішіне бір білет, негізі капсула деген бар екен, бірақ ішіне вообще жатып көрмеппін әлі, өзіме қызық болып тұр. Сонымен 1 сағаты 4290 теңге тұрады. Енді бұны мен 8 сағат қалдым азанға дейін. Ол 8 сағатқа примерно 35 теңгедей болды. Короче, сондай. Осындай отельде тұрып қалсаңыздар болады, егерде мысалы қалаға баратын жер сондай бірдеңе болмаса, Москвада бір жақсы істеп қойған екен. Бізде білмеймін, бізде вроде бы Қазақстанда жоқ сияқты. Или бар ма? Мен білмейді екем ол. Предпоказға келген болатынбыз, Құмтас деген. Өте керемет. Осы соңғы жылдары дейінші қазақ киноиндустриясы вообще дамып келе жатыр. Мұны бөлеге. Бөлек шынымен. Санында бір Қалай? біраз киноны әшін басып өтіп келе салады. Иә, ол жақта Либо ана мен именно оқып өткен кездерімдегі мынандай ма, просто ше. Біраз нәрсе еске түсті. Әрбір жігіттің басынан өткен жағдай. В общем, міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер. Бас жағы өте қызық кәдімгідей. Ал соңғы жағы кәдімгідей ойландырады адамды ше. Мен эмоцияға толы болып шықтым ішінен. Ассаламу алейкум, құрметті достар, как вы, ребята, жақсысыздар ма, амансыздар ма? Қазақтың дүбірлеткен думан тойына келдік. Кезекті тойымыз, кезекті қуанышымыз. Бүгін Ақсарай мейрамханасы. Ой, аяулым қыздарыңыздың керемет ұзату тойы. Енді бұл ресторанда да болмағалы біраз болды, ойпырмай, кезінде осы ресторанға шықпайтын едік. Сол, настроение кайф, бір несі, бір адам жоқ қой, ойпырмай, тірі жан жоқ қой, қараңыздар. Пеше адам жоқ. Сол, сәттілік тілеп қойыңыздар. Көңіл күй тамаша, настроение бешеный. Бүгін осындай черный стиль болып киініп алғанымыз бар енді. Сол, той болса кезге. Дәрі қуанып жүр адамдар. Атаға саят